армысыздар. Бүгін біздің студиямыздың қонағы ұлттық ұлан 55-16 әскери бөлімінің тәрбие ісі жөніндегі бөлімше меңгерушісі Баян Оралқызы. Бүгінгі тақырыбымыз әрине ұлттық тәрбиемізбен қоса патриоттық тәрбие, патриоттық сана сезім. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Баян ханым? Енді бірнеше жылдан бері. Неше жыл болды жалпы сол жерде жұмыс істеп? 18 жыл. Бір адамның өмірі, иә? Сол жерде жұмыс істеп отырсыз. Қалай жалпы? Бұрынғы мен қазіргінің ортасында айырмашылық бар ма? Патриоттық сезім балалардың, жастардың ортасында әскерге шақырылған жас сарбаздардың бойында қалай? Дамып жатыр ма? Қалай дамытып жатсыздар? Сол жайында айта кетсеңіз. Тағы да қайырлы күн. Енді осы ұлттық ұлан қатарында қызмет атқарып жатқаныма жаңа айтып өткенде 18 жыл болды. Біз енді тәрбие бөлімі болғандықтан әрқашанда біз тәрбиемен, әлеуметтік құқықтық жұмыстармен қоса айналысып жүреміз. Біздің жас сарбаздарды жылына 2 рет қарсы алып, шығарып салып отырамыз. Мерзімді әскери қызметші сарбаздарымызды. Әрине, кез келген отан қорғаушы сарбаз әскерге келген кезде ең біріншісі оның міндеті отанды қорғау, елге деген сүйіспеншілікті арттыру. Осы сана сезіммен келеді. Енді біз олармен әрі қарай да әртүрлі бағытта жұмыс атқарамыз. Біздің өзіміздің тәрбие бөлімінде әртүрлі жоспарларымыз бар, күн тәртібі бар. Әр мерекеге байланысты біз ауқымды шаралар өткіземіз. Өзіңіз көріп отырғандай қаламен де бірлесіп көптеген шаралар өткіземіз. Ол бұқаралық шараларға қатысу бізде міндетті түрде болады. Ол үлкен, мысалы, қалада бізде концерттер өтіп жатқан кезде ең бірінші біздің сарбаздарымыз не істейді, олар қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп отырады, иә? Сол жердегі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырады. Жаңағы қала тұрғындары, қонақтары жақсылап концертті көру мақсатында осы қауіпсіздік шаралары ең бірінші орында тұрады. Енді әскери патриотизм бұл тек қана әскерде ғана емес, бұл өзі мектептен де басталады. Жаңағы алғашқы әскери дайындық сабағынан жалпы жаңағы айтады ғой, тәрбие отбасынан басталады демекші. Енді ол отбасында қандай тәрбие алып келді ол сарбаз, ол бала біздің алдымызда келер алдында. Соған да байланысты болып жатады. Әртүрлі ұлт өкілдері, әртүрлі өңірден келіп қызмет етіп жатады бізге. Мысалы, батыс, оңтүстік, соңғы кезде солтүстіктен көп жаңағы әскери қызметшілер келіп жатады. Солтүстік болғаннан кейін өзге ұлт өкілдері өте көп. Бірақ біз ұлтқа бөлмейміз ешқашанда. Бәрі бір ұранмен ұлттық ұлан айбынын көтеру үшін жаңағы отандық патриотизм, ұлттық құндылықтарды мәселесін әрқашанда бірінші орынға қойып отырамыз. Көп өте жұмыстар атқарылады бізде. Өткенде осы наурызнамада ғана сіздердің әскери бөлімдеріңізде басқа ұлт өкілдері домбырамен күй тартты. Сосын біздің қалалық, облыстық, республикалық конкурстарға қатысып жатады. Осы орайда тағы бір айтып өтетін жағдай, біздің өзіміздің әскери жаңағы ұлттық ұланда мемлекеттік тіл менің тілім деген байқау сайысы бар. Ол жыл сайын өткізіледі. Өте жоғары деңгейде өткізілетін сайыс. Оны біз бірінші кезеңін өзіміздің жаңағы звено дейді ғой, батальон, полк, бригадаларда өткізіп аламыз да. Сол жеңімпаз өңірлікке шығады. Одан кейін өңірлік сайыстан жеңген әскери қызметші республикалық сайысқа өтеді. Ол жерде кәдімгі өздерінің жаңағы 3 туры бойынша таныстыру, мақал-мәтелдер жарысы, одан кейін өнер көрсету, сахналық образды сомдау жағынан жақсылап дайындалып, үлкен жауапкершілікпен келіп, өз өнерлерін көрсетіп, үлкен дәрежеге жетіп жатады. Мынау бізде
біздің 55-16 әскери бөлімінің жүлдегері аға лейтенант Горбуль Данила Васильевич. Сол кісі өңірліктен бірінші орын алды. Сондай бізде нәтижелер болып жатады. Кімді сомдайды? Жаңа сомдау дедіңіз ғой. Енді ол әртүрлі жаңағы әр әскери қызметшінің байқаймыз ғой, біз сахналық қабілеті бар ма, жаңағы шығармашылыққа жақын ба, жақын емес па. Мысалы, енді ер азамат болғаннан кейін осы өткенде Данила Махамбеттің образын сомдады. Тамаша. Махамбеттің образын сомдады. Қазақша сөйлеп, хан емессің, қасқырсың деп кәдімгідей керемет. өлең жатап, сондай рухпен, сондай мінезбен жатқа сол өлеңді оқып шықты. Мен өзім кәдімгідей денем дір ете қалды Махамбет дегенде. Өйткені Махамбетке елдің бәрін тісіп ата бермейді ол енді. Сондай бір тұлға болғандықтан. Ол өзі де сондай қайсар офицер, өте өзінің жұмысын жақсы білетін білікті маман. Сол образды әдемі тамаша сомдап шықты. Тамаша. Және сіздер мен білетін болсам, қалалықтарға да сондай байқауларға көп дайындайсыздар, Дайындаймыз, әрине. Әскердегі мынау жедел шақырылымдағыларды да, қызметкерлерді де. Осы соңғы сайысқа бізге де қараша айында ефрейтор Яковенко Екатерина Сергеевна қатысты. Бұл кісі де мемлекеттік тілде ән айтты, ән шырқады. Сосын өзінің өнерін көрсетті, биледі. Сосын біз бір бейне ролик жасадық. Өзінің қызметі туралы, жалпы қазақша пәрменттерді қалай береді жұмыс орнында, жаңағы бізге келген кезде қалай өзінің лауазымдық міндеттері бойынша қалай сөйлей алады, қалай қарым-қатынас жүргізе алады, қалай жауап береді мемлекеттік тілде, соның бәрін көрсетіп, ол да бірінші орын алды. Тамаша. Енді өзіңіз әйел адам болғандықтан, енді әскер қатарында әйелдер бар, иә? Бар бізде. Осы 55-16-та әйелдер кеңесінің төрайымысыз, иә? Қалай әйел адамға жалпы патриоттық сезімі, осы мынау әскерде жүріп көрсету жағы енді қиындығы көп шығар. Қалай 18 жылдан бері осы жерде, осы салада жүрсіз? Сізге осы салада жұмыс атқаруға не бірінші орында тұрған жаңағы шарт? Енді мен жаңағы өзіңіз атап өткендей, өзімнің әскери бөлімде әйелдер кеңесінің төрайымымын. Бізде қазіргі таңда 13 әйел әскери қызметші қызмет етеді. Олар әртүрлі мамандық иегерлері, олардың әскери шені де әртүрлі. Медик болса, дәрігерлер болса, біздің сарбаздарымызға алғашқы көмек көрсететін. Біздер енді әскерге қызметке келген кезде ең бірінші тіл маманы болып келдік. Біз филолог, тіл маманы, мемлекеттік тілді енгізу, оны әрі қарай дамыту, іс жүргізу, мемлекеттік тілде барлық іс-шараларды өткізу сияқты біздің лауазымдық міндеттеріміз. Сол сияқты бізде әртүрлі осындай лауазымдық міндеттер бойынша әйелдер жиналған. Құпия бөлімінің меңгерушісі, аудармашы деген сияқты әртүрлі мамандықтарда әйелдер қызмет етеді. Жастар әртүрлі, енді жастар да бар ортамызда. Қиындығы қандай? Енді айтады ғой, әр әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді деп. Ең бірінші, енді әр әйел адамның миссиясы ол ана ғой, ана болу, жаңағы бала тәрбиесі, отбасы құндылықтары деген сияқты. Әрине, әскерде әйел адамға оңай емес, енді бізді бөлмейді, себебі әйел әскери қызметші, сосын ер әскери қызметші деп бізді бөлмейді. Жарғы бойынша, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жарғысы бойынша біз бәріміз бірдей әскери қызметшіміз. Отан алдында борышымызды өтеп отырған. Сондықтан бізге бөлек пәрмен беріп, немесе оларға бөлек норматив өткізіп, ондай деген жоқ. Бәріміз бірге бағынамыз, бұйрыққа, жаңағы күн тәртібіне. Қиындықтар әлбетте бар.
енді кейде төзімділік керек, ол үшін сабырлық керек, жаңағы физикалық тұрғыдан адам жинақы болу керек, денсаулығы бір қалыпты жақсы болу керек, себебі жаңағы бізде дене даярлығы деген сабақтар өткізіледі, жүгіреміз бәрімен бірдей, атыс сабақтары болады, бәрімен бірдей жаңағы әртүрлі қару жарақтардан ату жаттығу жұмыстарын жүргіземіз, сарбаздарға үйретеміз. Сондықтан енді оның бәріне әрине төзу, енді ол әр адамның өзіне байланысты, бірақ егер өзінің мамандығын сүйсе, сонымен қызметін жақсы көрсе, қызметін жақсы көрсе, ол оған шыдайды. Енді онымен қатар, қиындықпен қатар жеңілдіктері де көп әскери қызметтің. Қандай атап айтсақ? Енді 45 жаста зейнетке шығу, тамаша. Одан кейін жаңағы әлеуметтік саладан қараған кезде айтады ғой, жүйелі заработная плата дейді ғой, жүйелі еңбек ақысы. Ол міндетті түрде түсіп отырады. Мысалы, басқа компанияда кешіктірсе, бізде деген ондай жоқ. Одан кейін тұрғын үй жалақысы бізде адам басына төленеді. Мысалы, сіз неғұрлым отбасыңыз көп болса, соғұрлым сіз көп жалақы аласыз. Әртүрлі медициналық көмектерге жүгінсе де, ода да жеңілдіктер қаралады. Өзіміздің әскери қызметші жай ғана қарапайым ауырып қалса, біздің медициналық бөлім бар, сол жерге қаралады. Оның өзінің докторлары бар, олар өздері бізді госпитальға жолдама беріп, бізді госпитальға жатқызады. Сол жерде тегін бізді емдейді, сол жерде тегін жатқызып, бүкіл анализ талдаулар жасайды. Енді сонымен қатар, қиындықпен қатар жеңілдіктері де өте көп. Сіз енді өзіңіз әскери адам ретінде болашақта жалпы қыздардың бәрі әскер қатарына жедел шақырылымға алынсын деген жарғы шығады деп айтырса, мысалы үшін, қалай қарар едіңіз соған? Енді қыздардың бәрі оған дайын емес қой. Қыздар деген өзі жаратылысынан нәзік жандар, әркімнің қабілеті әртүрлі. Біреу шығармашылыққа жақын болса, екіншісі мысалы, арман қуады ғой енді әр адам баласы. Қыздардың көбісі кім болғысы келеді, мысалы, педагог болғысы келеді, дәрігер болғысы келеді, әр адам миссиясы әртүрлі. Енді мен ойламаймын, жаппай қыздарды әскерге алу ол дұрыс деп. Арманына қарай, егер өзі әскери салада қызмет еткісі келсе, неге келмеске? Міндетті түрде келуге болады. Бізде де жаңағы мен жоғарыда айтқандай, қыздарға көптеген бізде лауазымдар бар. Өздерінің мамандықтарына қарай лауазымдар бар. Бірақ жедел шақырылымға қарсысыз. Жедел шақырылым ол енді ер азаматтарымыз бізді қорғасын. Ер азаматтарымызға қалдырайық. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Енді бізде қазір қыз балаларымыздың да тәрбиесі кішкене ұлдарға қарағанда күрделі болып бара жатқан сияқты. Өзіңіз де педагогсыз, бірақ енді мектепте жұмыс істемесеңіз де, өзіңіз де анасыз, мектеппен қарым-қатынас жасайсыз, ата-ана ретінде, мысалы үшін. Қалай ойлайсыз, осы тұжырыммен келсеңіз бе, қазір қыз балалардың тәрбиесі ұлдарға қарағанда қиындау дегенге? Қиындау, енді бәрі отбасынан басталады ғой. Ол жерде жаңағы ана қалай, сол қыз баланың анасы қандай рөл ойнайды, әкесі қандай рөл ойнайды. Мен қазіргі таңда 2 баланың анасымын. Қызым бойжеткен, 13 жаста, балам 5 жаста, балабақшаға барады. Енді әр ата-ана өзінің баласына үлгі болады. Үйге келген кезде әскери форманы тастап, біз ана рөліне кірісеміз. Біз үйдің жұмысына араласамыз, бірлесіп, мысалы, кешкі ас әзірлейміз. Сосын кешке демалысқа, мысалы, киноға барамыз. Жаңағы әртүрлі пікірталас бізде болады. Әртүрлі тақырыптарға. Енді ол отбасына байланысты. Жұмыспен қатар бала тәрбиесін алып жүреміз. Егерде әрине
отбасында ондай үлгі тәрбиені көрмесе, ата-анасы жұмысбаспен жұмыстарына қатты беріліп кетсе, ол баланы тәрбиелейтін, оны дұрыс бағытқа қоятын адам болмаса, ол енді бетімен кетеді. Себебі қазір жаңағы айтады ғой, информация ғасыры, телефон деген дүниелер бар, жаңағы Инстаграм, ТикТоктан көп кері әсерлерін соңғы кезде алып жатыр ғой біздің өкінішке орай жас буын ұрпақ. Соны дұрыс бағытқа қоятын ең бірінші мен айтам отбасы, одан кейін ол біздің қоғам, жаңағы мектеп, жоғары оқу орындары. Сол бізге де келетін әртүрлі жаңағы әскери қызметші, мерзімді әскери қызметшілер, сарбаздар, былай қарасан ойлайсыз 18 жасар, соқталдай жігіт, мектеп бітірген, кейбір университет бітірген келіп жатады. Енді әртүрлі тәрбие болып жатады ол жерде. Мінездері бар. Мінездері, әрине жеткілікті жаңағы мужской коллектив дейміз ғой. Ер азаматтардың ортасы болғаннан кейін болады енді. Енді қазір қоғамда пікір ғой бұл, ер балаларымыз әлсіздеу деп айтады, әлсіздеу. Мүмкін енді ғылыми тұрғыдан да дәлелденген шығар, ол жағын оқып көрмеппін. Енді психикалық тұрғысынан болсын, жалпы ер адамдардың төзімділігі онша қатты әйелге қарағанда жоғары емес дейді. Енді сіз ер адамдардың ортасында жұмыс істеп жүрсіз. Жалпы шақырылымға келетін балалардың барлығы жігіттер, жас балалар. Қалай ойлайсыз? Қиындыққа қалай? Шыдамды ма? Енді ол жаңағы адамның өзіне байланысты, тұлға азаматтың өзіне байланысты. Әрине әскерге келген кезде төзуге тырысады. Көбісі сондай бағыт-бағдар настроймен келеді. Мен үздік болам, мен ары қарай қызметімді жаңағы офицер болып қалам, ұлттық ұланды қатарына немесе басқа да мемлекеттік органдарға барам деп. Бар, арасында әлсіздері де бар. Болады ондай, Болады ондай. Бірақ сіздерде барлық психологиялық жұмыс істейміз, психологиялық жағдай бар қалыптасқан. Психологиялық, моральдық тұрғыдан бізде психолог бар, жаңағы маман бар. Сонымен қатар бізде кураторлық жұмыс жақсы қолға алынып, ол бір ізділікпен жұмыс істеп келе жатыр. Бізге, сіз білесіз ғой, мектепте де бар, университеттерде де бар ғой кураторлық жұмыс. Сол сияқты бізде әскерде ол өте қатаң түрде жүргізіледі. Әр сарбаз келген кезде, ол біз әр әскери қызметшіге біз бөлеміз бұйрық бойынша. Сол әскери қызметші кеткеніне дейін жауап береді ол кісіге. Жаңағы күнделікті аптасына бірнеше рет барып өзінің несі бар, жаңағы ісі, жеке ісі бар. Соған бүкіл сұхбаттарын түсіріп жазып отырады. Қал жағдайын сұрайды, қарап жүреді, бақылап жүреді. Оның тікелей аға бастық командирлерімен қарым-қатынаста болады. Сұрайды, ол әскери ортада қалай, ротада қалай, досы бар ма, жоқ па. Қазіргі таңда өзінің бір мазалап жүрген проблемалары бар ма, жоқ па, соның бәрін сұраныс ертең куратордан болады. Енді әскерде тәртіп жағынан ол өте қатал. Бізде қаншама бейне бақылау камералар орналасқан. Әр сарбаз үшін жауап береміз, қатаң түрде ол бақыланады. Яғни аналарымызға әскер қатарынан балаларыңызды қорықпай жіберіңіздер деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Қорықпаңыздар, келіңіздер, қызмет етіңіздер отан алдында. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ер баланың әскер қатарында болғанын мен өзім енді дұрыс деп санаймын негізі ана ретінде. Сіз ше, өзіңіздің ұлыңыз бар ғой? Береміз. Ұлымызды әскерге ол міндетті түрде әлбетте. Талқыланбайтын сұрақ. Талқыланбайды. Папамыз әскери қызметші. Қазіргі таңда офицер, енді баламыз, кішкентай баламыз қазірден бастап айтады, мен ұшқыш болам, тік ұшақтар мен ұшақтарды басқарам деп айтады. Сон біз ол жағынан өзіміз сол салада жүргеннен кейін біз көреміз. Енді бұл тек қана біз жақтан бағыт насихат қана болмай, ол мектептен басталу керек, үйден басталу керек. Біз мына жақтан қаншама шаралар өткіземіз, мектептерге барамыз, жоғары оқу орындарына барамыз, айтамыз, біздің жаңағы приоритеттерімізді
иә, әскери жаңағы қызметтегі бүкіл немізді, жеңілдіктерімізді бәрін айтып жүргіземіз. Бірақ мына жақтан ата-анасы жоқ, менің балам бармайды, мен баламды бермеймін деп жатса, ол мүлдем басқа. Сондықтан әр ата-ана соны түсіну керек. Мектептегі мұғалім де түсіну керек, соған баулу керек. Әр азаматтың отан алдындағы борышын өтеу, ол әр азаматтың парызы дегенге кішкентайынан қоғамдық дұрыс түсінік болу керек. Ол бізде енді өкінішке орай өте жаман түсінік қазір, әскер қатары десе, көп аналар баласын басын алып қашып, жоқ, жібермеймін деп, енді оғанда әртүрлі мынау желіден көріп жатқан сұмдық, жантүршігерлік оқиғалар да оғанда куә. Әрине ешкімге оны олай ойлама деп біз ешқандай шектеу қоя алмаймыз ғой. Бірақ дегенмен сіздер қай қарулы күштердің құрамындағы қай әскер саласы болсын, осы бағытта жастарды әскерге тарту бағытында жақсы жұмыс жасайсыздар. Ол бірізділікке қойылған жұмыс. Жылда оны біз өткізіп атамыз, бүкіл жаңағы буынға. Енді өкінішке орай, қазір айтады ғой, ақпараттандыру кезі, ақпараттандыру ғасыры. Осындай бір-екі өкінішке орай сәттер болған кезде, соны бәрі негатив сәттерді қабылдайды. Ол шынымен олай ма, олай емес па, енді оны қызметтік тергеу барысында кейін қарап жатады ғой. Бірақ қазір әскерде тамақтары тоқ, киімдері бүтін, әскери қызмет қиын емес. Бұрынғы совет үкіметі кезіндегі 2 жылда емес, 1 жыл ғана өте шығады. Барлығы бақылауда, өздерінің күн тәртібі бойынша сабақтарын үйренеді. Тамаша. Яғни енді біз өзі аттың үстінде ойнаған қазақтың ұрпағына ол енді тым ұят болатын шығар, әскерден қашқан деген. Баяғы заманда совет үкіметі айтып жатсыз ғой, сол кеңес үкіметінен былай қарасаңыз, баяғы заман болды ғой, 70 жыл өтіп кеткендіктен. Ол кезде мынау денсаулығы онша емес жастар болса, олар көбінесе құрылыс отрядтарына жіберген, Қазір неге сол жоқ? Қалай ойлайсыз? Сол керек па жалпы? Стройбат деген бір ұғым болды ғой. Онша мынау ешқандай салаға келе бермейтіндерді сол жаққа қарай жіберіп отырды. Енді денсаулығынан егер жаңағы медициналық тұрғыдан өтпей жатса, олар ары қарай басқа салада өздерін көреді. Енді ол жағынан мен айта алмаймын. Бірақ строй батальондар бізге, құрылыс батальондар керек жоқ деп санайсыз ба? Енді ол өткен ғасыр шығар, керек емес деп ойлайсыз, өткен нәрсеге келмей қояқ дегіңіз келеді. Біз керісінше жаңа көзқараспен, жаңа бізде тұжырымдама бар, 2030 жылға әскери патриотизм дамыту, әртүрлі директивалар қабылданып жатыр. Қазір ол жағынан ауқымды жұмыстар өткізіліп жатыр. Сондықтан алға тек қана жаңа Қазақстан, жаңа буын ұрпақ. Жастарға 2 ауыз сөзбен не айтқыңыз келер еді осы бағдарлама аясында? Жастарға әрқашанда елге деген сүйіспеншіліктеріңіз арта берсін. Отан алдындағы парыздарыңызды әрқашанда осындай қорықпай, ата-бабамыздан қалған ержүректілікті ары қарай одан әрі дамытып, сол еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын, жаңағы ұлттық ұлан болсын, басқа да қарулы күштер болсын, Қазақстан Республикасының айбыны арта берсін. Балаларымыз ер жетіп, үлкен азамат болып, әр қайсысы өз ата-анасын қуантып, өзінің армандарына жете берсін. Жақсы, рахмет. Енді мынау ұлттық құрылтай құрамында адал азамат деген концепцияны президентіміз биыл кіргізіп отыр ғой. Біртұтас тәрбиеден адал азаматқа көшіп отырмыз. Жалпы осы адал азамат дегеніміз осы жалпы әскерден басталатын шығар, әскерге көп тікелей қатысы бар шығар деп мен өзім ойлаймын. Өйткені қазір ер азаматтарымыз басқа нәрсені айтпағанда сөзіне де адал емес, жас балалар қазір өсіп келе жатыр. Енді мен келісесіз ба, сіз білмеймін, сөзімде тұрмаушылық көбейіп бара жатыр. Сондықтан мына осы біздің әскер қатары адал азаматтарға толыға берсін дегім келеді мен. Өйткені адалдықпен тәрбиелеу деген біздің үлкен ұранымыз болу керек. Қазақ асына адалдық тілеген,
ол енді сөзінің адалдығы деген ол бірінші орында тұрған. Сондықтан мына әскери тәртіп сол адалдыққа тәрбиелейді деп мен өзім ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Иә, жақсы. Сіздің сұхбатыңызға көп рахмет, Баян ханым. Жақсы күнде, жақсы студияда жолығайық. Рахмет, сау болыңыз. Сіздерге де көп рахмет, көрермендеріміз.